Біріншіден, алқа деген ұғым сіздерге түсінікті. Қазақтың алқа деген сөзі түсінікті. Алқаға байланысты бірнеше біздің сөз байлығымызды толықтырып отырған жаңа алқаға қотан, басқа да алқа отырыс, бүгінгі тіпті редколлеген алқа деп айтамыз. Осының бәрі дұрыс. Сол бүгінгі алқалар, сол біз айтылып отырған алқамен байланысы бар ма? Әрине, соншалықты алқа бұл ұғым сол халықтың ұғымын жаңғыртып отыр. Бірақ бұл кезеңде 20 ғасырдың басында алқаға жаңа мағына беріп отыр. Біз неге оны тұжырымдама деп айтып отырмыз? Ол тұжырымдама әдетте ақыл ойдың, бір дәуірдің піскен, әбден толғағы жеткен дүниесінен шығады. 20 ғасырдың басындағы толғағы жеткен нәрсе не? Бірінші, жаңа әдебиет әлі толық қалыптасып үлгермеді. Революция, төңкерістер болып жатыр. Сол төңкерістің аясында азаматтар өзінің хал қадерінше білім жинақтап, әдебиет айдынына шықты. Смағұл Сәдуақасұлының 18-ші жыл жазған орысша киргизская литература деп аталады, қазақ әдебиеті деген очеркі бар. Историка литературның очерк деп аталады. 18 жасында жазған. Сонда әдебиеттің, қазақ әдебиетінің тарихына шолып келіп, былай деп айтады. Қазақ әдебиеті негізінен халық ақындарының шығармашылығынан тұрады. Біздің ақындардың бәрі де өзінің жиған білімін фольклордың негізінде қалыптастырған. Бірақ жаңа әдебиет қадам бастады, қадам баса бастады. Оның ішінде Мұхтар Әуезовтен бастап біраз азаматтар атайды. Міне осылар бүгінгі жаңа әдебиеттің бастауы болады дейді. Олардың қолында 17-18 жылдардағы бірсыпыра жаңа қолжазба журналдардағы, жаңағы Садақ деген секілді, кейін біз Балапан деген журнал секілді бірлі жарым ғана материалдар түсіп отыр. Соған негізінде айтып отыр, болашақ сірә біздің әдебиетіміздің бақыты үлкен деңгейде болады. Драматургияда енді көріне бастады дейді. Бұл алқа деген ұғымның қалыптасып дамуында бірнеше негіздер бар екенін көреміз. Бірінші, сіздер 20 ғасырдың басын елестетіңіздер. 20 ғасырдың басы біздің толғанған, ойланған кезең. Саяси күреспен қатар жүріп жатыр. Әлихандар, Ахметтер, Оян қазақ, Қырық-мысал, басқа да көптеген шығармалардың бәрінде қарасаңыздар, бұл ұлттық сипаты бар, ұлтты ояту, ағартушылық бағытындағы шығармалар. Ал енді сол ағартушылық бағытындағы шығармалардың ішінде бір адам шығып, жоқ, әдебиеттің өзінің жөні бар. Әдебиет көркемдікті жазады. Әдебиет халықтың жанын, сұлулығын, халыққа әсер ететін, халықтың талғамын көтеретін дүниелер жазады деп айту сол заманда өте сирек болатын. Тіпті Ахмет Байтұрсынұлы да, Әлихан да айтады, біз жетіскенімізден қаламгер болған жоқпыз. Біздің жағдай бізге осыны мәжбүрледі. Кімнің Ахаңның жазатыны бар, өлеңмен жазатыны бар. Мен жетіскеннен жазып отырған жоқпын бұл дейді. Міне осы сияқты Әлиханда да бір көпсінде кездеседі. Яғни заман оларды әдебиетке қарай, әдебиетте халықтың бір ағартушылықтың сөзі, саяси ұғымда осы халықты көтереді деп. Ал енді жағдай күрделеніп кетті. Төңкерісті біз тілеп алған жоқпыз. Төңкеріс сырттан келді. Сырттан болып жатқаннан кейін, әрине сырттан жаңағы тырнақты, адуынды, жаңағы айбарлы, жаңағы бұрынғы империяның жалғасы секілді дүние басқа да рухани дүниеміздің де аяғынан шалады, өзінің дегенін жасайды. Осының бәрі 20 жылдарда қызық оқиғаларды алып келді. Өздеріңіз білесіздер, 21 жылы Бернияз Күлейұлы қайтыс болды Қазанда. Сол Бернияз Күлейұлы қайтыс болғанда, Бернияз Күлейұлы қайтыс болған кезде Мағжан Берниязға арнап мақала жазды, өлеңді мақала жазды. Бернияздың өлімі туралы. Сонда айтады, біз бір тәспінің тасында едік. Тәспінің бір тасы үзіліп түсті дейді. Тәспінің бір тасы деген, біз азғана жазушы едік, ақын жазушы едік, сол бір тасы үзіліп түсті дейді. Бұл мен осымен бір параллель жүргіземін. Алқа деген ұғым жалпы ол біздің егер алқаны тек қана әйел балалар тағатын дүние десеңіздер, ол ұғымға сәйкес келмейді. Алқа деген
алқаның әу баста этимологияны қараса бірнеше мағынасы болған болуы мүмкін алқаның. Енді алқа деген сөз қазір біздің түрік моңғол тілдерінің біраз ортақ сөз. Ал біздің әр халық бір сөзді өзінің ұғымына, өзінің жаңағы лексикалық, семантикалық жағын өзіне келтіріп алады. Сол жағынан келген кезде жаңағы біздің біз енді орыс тілдегі бүгінгі орыс тілімен салыстырып айтып круг дегенге келеді. Литературный круг дегенге келеді. Сол кезде қарасақ бірнеше біздің түрік тілдердің ішінде бірнеше осындай дүниелер, мысалы Түркістан аймағында Фитрат, Чулпан деген өзбектің мықты ақындары болған, өзбек пен тәжікке ортақ. Сол Фитрат, Чулпандар кезінде Чигатай Гурунгу деген бір ұйым құрған. Оның былай орысша тілде айтса Чагатайская беседа. Шағатай әңгімесі, Шағатайдың анау бәсі деп біз аударып жүрміз, яғни талқылайды, орысшалап айтқан спорласады. Гурунгуй деп айтылады екен. Міне осындай дүниелер әрқайсысы тайталастан біз енді жаңа әдебиетті қалай жасаймыз? Әркім өзінің жиған білімі, ешкім филология факультетін оқыған жоқ, ешкім әдебиет теориясын оқыған жоқ. Әркім өзінің жиған білімі негізінде, тәжірибесі негізінде классиканы оқып, қалай біз әдебиетті жасаймыз? Міне осы кезеңде 20-шы жылдар келді. Бұл кезде бірінші мынау сол заманның азаматтары, сол заманның Бауыржан Бабажанұлдары 20-шы жылдардың. Бір ақын жазушылардың басын қоспаймыз ба? Бір келісіп, біз енді анықтап алайық. Дұрыс, революция ұраңдатып бара жатыр. Бірақ енді әдебиетті білеміз ғой бәріміз, қалам ұстап жүрген азаматтарымыз. Құр жалаңдап ұраңдай берсе қай жерге барамыз? Оданша бір принциптерді анықтап алайық, бір қағидаттарды анықтап алайық, жолымызды, бағытымызды анықтап алайық деп, сөйтіп бірнеше бас қоспақ болған екен. Осы туралы Ахаң Ахмет Байтұрсынұлы қазақ қаламгерлер жайынан деген біздің газетімізге 22-ші жылы маусым айы болу керек мақала жазады. Қазақ қаламгерлер жайынан. Мұнда Ахаңның айтпағы сірә жазушылардың басын қосатын ұйымның, жазушылардың негізін қалайтын ұйымның негізгі мәселелер шешілген. Бірақ түрлі жағдаймен көп азаматтар келе алмай қалған жиынға. Соны Ахаң былай түсіндіріп айтады. Неге? Әртүрлі жағдай. Біреу мүмкін орынборда алыссынған шығар. Бәлкім кейбір нәрселерде енді билікке де бір тұспал шығар, тоқтатқан шығар. Мүмкін біздің өзіміздің де ішкі жігеріміз соны жібермей тұрған шығар. Бірақ дегенмен біз қазір өте қиын дәуірде тұрмыз. Біз баспасөз арқылы, баспасөздерді ой арқылы, пікіріміз арқылы сол болмаған жиынды болдырайық. Біз басымыздың жаңағы осы әдебиет туралы ой пікір үзіліп қалмау керек деген. Бұның мен былай тұспалдап айтып отырмын, былай қысқартып айтып отырмын. Осындай дүниелерді айтады. Өте ащы сөздерді айтады. Қаламгерлердің намысына тиетін. Ал енді осындай дүние туып жатқан кезде алқа деген ұғым қайдан келді? Алқа деген ұғымды неге, бұл кімнің идеясы өзі? Енді қарасаңыздар 25-ші жылдардан бастап 24-25-ші жылдар пролеткульт деген дүние шыққан. Ол біз осы аға толқындың бәрі біледі. Казап, РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей, Казахская ассоциация пролетарских писателей, бұлардың бәрі 24-25-ші жылдар құрылған. Ресейде 24-те, бізде 25-те құрылған. Бұлардың кәдімгі таза коммунистік партия, жаңағы большевиктік партияны негізге алайық, осылардың жұмысын алғай дамытайық, таптықты күшейтейік деген сияқты дүниелер. Ал енді соның сөйтсек, біз енді бізге үлкен күш бізге дерек қайықтан келіп отыр. Біз қарасаңыздар, біз енді әдебиет танушысымыз, әдебиет тарихшысымыз, біз алқа туралы бұрыннан білдік. Әдебиеттарымыз ылғи жаман жағынан айтады. Алқа деген байшылдар, алашолдашылар құрылып, алқа деген ұйым құрды дейді. Көп дүниені айтады, бірақ алқа қайда? Алқан дерек қайда? Ешкім білмейді, айта береді, жамандай береді. Мағжан жаман деген сияқты. Мағжан неге жаман? Мағжан өлең көрсетші десең ешкім айтпайтындай. Ол Мағжанның өлеңдерін білесіздер ғой, самизатпен белгілі бір 50, 60, 70 адам, мүмкін 100 адам оқыған шығар. Көп адам оқи алмайды. Себебі ұстап алады деп қорқады. Сол сияқты мынау ешкім былай көрмегетті, көрмей, бірақ айта береді. Жаман деп. Үлкен ағаларымыз енді атын айтпай қойық, сол дәуірде қазақ әдебиетінің тарихын жазғанда, алқан бірақ екі ақ сөзбен жазады. Сөйтіп. Кейіннен барып 88-ші жылы ақтала басталды. Алаштың зиялылары ақтала бастады, білесіздер. 88-ші жылы желтоқсанда ақталды.
Сол кезеңде анау ұлттық қауіпсіздік комитетінің архиві біздің әдебиет және тарих институтына, ғалымдардың қолына келді. Бір ресми белгілі адамдар көрді. Сол кезеңде Алқаның жаңағы орысша нұсқасы аударылған екен. Алқаның орысша, қазақша нұсқасы бар. Қазақша нұсқасы Төте қаріппен жазылған, Ахмет Байтұрсынов қарпімен жазылған, ал орысша нұсқасы Машинкемен басылған. Екеуін салыстырып көрген кезде бірін-біріне енді 100% ұқсайды деп айта алмаймыз. Себебі тіл сол дәстүрлік ұғымдар, астарлы ұғымдар, сонымен берілген кейбір ұғымдар түсінбей аударған. Енді сол 88 жылдары біздің біраз ағаларымыздың қолына орысша нұсқасы түседі. Орысша нұсқасымен 1,5 пікір айтады. Бұл қалай? Бұны Мағжан жазған екен. Сол кездегі дерек бойынша бұның бәрі Мағжан жазған болып шығады. Мағжан жазған. Енді қазір көп біраз неде Мағжан, автор Мағжан деп айтылады. Солай жазды, біраз адамдар жазды Мағжан. Енді барлық дүние текстен шығады. Мәтін. Құдайдың құдіретімен сәтін салып, оған мен де баруым мүмкін, сен де баруың мүмкін. Әркімнің жағдайы. Біз жаңа әдебиет және өнер институтына 90 жыл барғанбыз. 91 жылы ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Мәскеудегі комитетке хат жазып, Сұлтанхан дейтін Әлихан танушы ағаларыңызды білесіздер, өткір мықты ағаларыңыз. Сол бәріміздің ұлттық қауіпсіздік, одан кейін Қазақстандағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне жазып, сөйтіп кірдік. Ол ана жақтағы төңкеріс кезі. Содан кейін барып, мына біздегі архивке бірінші Дүкенбай Досжанов ағаларыңыз кірді. Ол кісі де жазушылар одағы арқылы кіріп, рұқсат алып, содан кейін барып Тұрсын Жұртбай ағаларыңыз 92 жыл, бәріміз 90, 91, 92 жылдар. Содан жаңағы хат әкеп береді, офицер тұрады, жаңағыдай бәрі хаттарды алып келіп, бағасыз, қайттан не алады, қайтып тапсырасыз, сіздің қасыңызда отырады, соншалықты ештеңе ішкамен ғана бір нәрселер жазасыз, бірақ ананы көшірмейсіз деп сөйтіп айтады. Әйтеуір бірақ өрде мықты жақсы адамдар бар ғой енді, барлық қызметте жақсы адамдар бар. Содан Құдайдың құдіретімен жаңағы Алқаның төтеше жазу фотографиялық мынандай жылтыр қағаз бар ғой, фотоға түскен қолжазбасы тұр екен. Ананы енді соншалықты ананы аңсағанымыз, ананы көргіміз келгендігі, ананы күнде түсіріп, біз білмеймін 3 апта ма жұмыс жасады ғой деймін. Бірақ бүгінгі баспа табақпен есептейтін болсақ, шамамен бір 8 бір баспа табақтан кемдеу. Бір 12-14 беттей. Егер немен жазатын болса, мына А4-ге жазатын болса көлемі. Кәдімгі дүние. Әдебиет туралы концепция, әдебиет туралы бағдарлама. Бұл бағдарламаның бас аяғы бар. Енді шатастырып жүр, қазір мен оның мазмұнын бәрін айтам. Оның шатастырылып, неге бұл шатастырылып жүрді? Бұл неге әдеби дүние ана саяси дүниенің арасында жүр? Бұл Алқаны 20-шы ғасырдың 20-30 жылдардағы алаш зиялыларының басын қосқан құжат болса, оларды былай әдеби шығармашылық платформаға түсірген, солардың қанаттандырған дүние болса, ол неге ол саяси құжат ретінде жүр? Соның барлығы да кеңестік, большевиктік фальсификацияның дүниесі болып шығады. Бірінші айтылған дүние, бірінші 25 жылы Голощекин күз айында келді. Бізге келді. Күз айында келіп, ол арнайы тапсырмамен келді. Мынау Қазақстандағы жағдайдың, Қазақстанда ұлтшыл азаматтар биліктің барына шыққан. Олар большевиктерді жеңіп бара жатыр. Олардың білімі, олардың парасаты биік болып бара жатыр. Бұларды қызметтен шеттету керек. Оларды өзі 25 жылы партияда ашықсың, өзара сын деген бір сондай науқан болған. Сынай беріңіздер бірін-біріңізді деп. Соған сәйкес олар кісілер де айтады, пікірлерін айтады. Егер үлкен таза дискуссияға шықса, бәрі жеңіліп қалады. Бәрі мықтылар. Смағұл, Нығымет Нұрмақов секілді дүние кімдер мықты кісілердің барлығы да.
Ал енді осы кісілердің барлығы бірі Мәскеуге кетіп жатты, біреусі әртүрлі қызмет ауыстырып жатты, бірақ анау саяси аренада олардың бойы басы биік. Ал енді осы дүниені, осыны құрту үшін жібергеннен кейін, енді ана азаматтардың бәрін қайдан бір ши шығару керек. Ши негізінен бұлар Қазақстанда, Қазақстан басшылығына, Қазақстанның жаңағы билігіне үлкен террорлық әрекет жасамақшы болды деп, сөйтіп осыларды шетінен әділовтер деген бар, сол әділовтер Сарысудың оқиғасы деп айтады, солардың бәрін бір шетінен ұстап, одан кейін кіммен араласты, біріне тергеуді арқылай жалғастыра береді. Сөйтіп айналдырып көп, бұлар үлкен бір осындай бір ұйым. Бұлардың құжаты қайсы? Бұлардың құжаты міне алқа. Жоқ қой, олардың құжаты кәдімгі адами құжат қой. Саясатта өздері кәдімгі кәсіби қызметін, құзыретінде атқарып жүрген азаматтар. Міне алқа бұлардың құжаты. Алқаны кез келген қазір ашсаңыздар, мен дайындалған дүнием болу керек, неде ашық дерек көздерінде тұрған болу керек. Соның ішінде қарасаңыздар, ол бір саясатты айтып, мынаны құратайық, біздің ойымыз мынандай, біз тек ұлтшылдықтарды көздейтініміз деген әңгіме жоқ. Олардың негізгі жаңағы түйіні мынандай. Бірінші айтпақшы, және бұл ұйымды жаңағы ұйымның атын табалдырық деп айтады. Табалдырық, қазір қарасаңыздар, әдебиетте бәрі табалдырық деп, біздің біраз азаматтар табалдырық деп жүр. Ана текстке қарамағаннан кейінгі нәрсе. Ал текстке қарасаңыздар, қай жер табалдырық, қай жер мазмұны бәрін көресіздер. Табалдырық деген сөз, кіріспе деген сөз. Қазақ ұғымдар ғой, біздің Ахаңның кезі ғой. Бірінші айтады алқа, одан кейін табалдырық. Яғни кіріспе бөліміне кіресің. Табалдырықты айтады. Біз әдебиет деген не? Қазақ халқы үшін әдебиет қандай рөл атқарады? Ол ұлттың жаны болды. Қиналғанда көмектесті, тығырықтан алып шықты. Оның ақындары, оның жаңағы жыршы, жыраулары, оның музыкасы халықты әрқашанда жақсылыққа қарай, бірлікке қарай ұмтылдырып отырды. Міне әдебиеттің рөлі осындай. Бұл туралы Карл Маркс деп айтқан дейді. Сол кездің саяси терминдердің бәрі жүр. Жаңа саяси тұлғалардың бәрін айтады. Міне Луначарский былай деп айтқан. Қандай қиғаштық бар. Сонымен табалдырықты аттап боласыз. Ал енді табалдырықтан өт, оқушы, жақсы келдің. Табалдырықты аттап төрге шық, алқаға кір дейді. Анау документте қазақ оймен жазылып отыр. Ары қарай жаңағы егер бұны деп айтатын болсақ, жаңа негізгі табалдырықтан өттік дегеннен кейін айтатын болсақ, енді қазақ әдебиеті қалай дамыды? Қазақтың өзі фольклор мен ел әдебиеті деп айтады. Ел әдебиеті мен жазба, автор әдебиеті арасында қандай айырмашылық бар? Сонымен бірге біздің сол кезде бұлар үшін, біздің тұлғалар, біз әлі күнге үшін біздің темірқазығымыз ғой. Абай кім? Абай қазақ халқының қанды көзін тамызған, отаршылдыққа шалынған бірінші құрбан дейді. Ой қандай? Қазір цитатасын сіздерге айтайын. Қазақ әдебиетінің алыбы Абай қазақ даласына кеулеп кіріп келе жатқан капитализмге, отаршылдыққа, халықтың қанды жас төгіп, еріксіз шалған бірінші құрбаны. Ел билеп, елге ақыл айтудан бастап, өмірден үміт үзуге, тұңғиық ойға барып тірелген Абай өмірінің, ақындығының трагедиясы да тереңдігі сондай. Абайдың алыптылығы қыл көпірдің үстінде тұрғандығы, екі қолымен, екі үмітпен алысқандығы, сондықтан қазақ әдебиетінің ескі мағынасын, бұрынғы бағытын тереңдеткені, әдебиетке жаңа түр кіргізгендігі дейді. Бұлай қарасаңыздар, теорияны қамтып тұр. Міне авторлық әдебиеттегі Абайлардың рөлі қандай? Ал енді алқаның негізгі айтпақ ойы, біз өзі қазақ газетінде жазды ғой. Киіз үйдің қойды, біз түндікті батыстан ашып қойдық. Біз Европа бағытындағы әдебиетті сіңіруіміз керек. Бірақ ол форма жағынан. Онда не де айтады? Қазақ газетінде де айтып отыр. Сіз бірақ есікке қарауылды қазақты қойып қойдық дейді. Кез келген нәрсе есіктен кіре бермесін деп қазақ деген сөз жазып қойдық дейді. Сол сияқты мынау алқада да бізге молда болатын Европаның өзі бір молда емес, 1000 молда дейді. Ана ұғымдарды қарасаңыз, молда деген сөз ол үйрететін деген сөз.
учитель деген сөз. Біздің молда ұғымы бізде мына діни қызметкерден гөрі негізінен сол оқытушы, үйретуші деген сөз. Ал енді айтпағы мына төңкеріс дәуірінен біз қалай шығамыз? Төңкеріс ол егер біздің тағдырымыз болса, осы күнге келген болсақ, енді қалай біз осы халықты арып ашытпай, басын бірлікте ұстап қалай жасаймыз деген кезде, бұлардың негізгі ойы әдебиеттің көркемдігінде, әдебиеттің негізгі көркемдік құралдарында фольклордан алу керектігін айтады. Фольклор біздің негізгі әдебиетіміздің қашанда айнымас өзінің қазынасы болып қалатындығын айтады. Ал енді сонымен бірге біздің алқаның ең бір бұлай ойлататын нәрсесі әдебиет пен өнер мен тұрмыстың мағынасы. Әдебиет бұл фотография болмау керек дейді. Фотография. Сіз барды былай деп, бұл сіз оған жан бітіруіңіз керек. Ол әдебиеттің өзі де тағдырдың, адамның тағдырын көрсету арқылы халықты ойланту керек. Халық әдебиетшінің шығармасын оқыған кезде ол өзі рухтанып, оның негізгі мазмұны мен формасы адамға, оқушыға әсер етіп, жаңа әдебиеттің, жаңа әдебиет өзінің тарихынан туындап жатқандығы, сол тарих әдебиетті алға қарай жылжытатындығын көрініс табу керек дейді. Екінші, Еуропамен салыстырады. Еуропа өзінің тағдыры бар дейді, тарихы бар, заводы бар, оның былғары киімдері бар, оның темір-терсегі бар. Біздің қазақтың өзінің жаңағы малы бар, төрт түлігі бар, өзінің қазақтың ауылы бар, қазақтың көші бар, қазақтың тағдыры бар. Осының бәрі де әдебиетте жаңа әдебиет сызып таста деп айтып отырған жоқ. Жаңа әдебиеттің мынау идеологтарының өзі, жаңа әдебиет деген кезде большевизмнің идеологтарының өзі де халықтың тағдыры әдебиетке көрініс табу керек деп айтып отыр. Біз сол тағдырды көрсетуге ешқандай өзімізде бар дүниені, әрине тап деген сөздерді бұлар да айтып қояды, арасында айтады, тапты айтады. Иә, қазақтың өз жік-жігі бар, бірақ ол таптың арғы жағында қазақтың бірлігіне нұқсан келтіретін, қазақтың тағдырын осы күнге алып келген дүниесінің бәрінде бөлетіндей жағдай жоқ. Біз осы бірлігімізбен, осы дүниемізбен әдебиетте көріну керек дейді. Енді бірсыпыра дүние мынау жаратылысқа, философияға, қазақтың өзінің жаратылысқа, өмірге, тұрмысқа көзқарасы, өзінше философиясы, терең сезімі болған һәм бар. Қазақтың ертегі күні, ертегідей күні, өткен күні, кешегісі, бүгінгісі айтарлықтай суретке түскен. Бұны айту түскен деген нәрсе біздің үйренетін, біздің әліппеміз де, біздің үйренетін құралымыз да осы деп айтып отыр. Міне осыдан біз айнымауымыз керек. Ал енді бүгінгі күні, егер бүгін адам жұмысшы болып жатса, бүгінгі адам кәсіпті меңгеріп жатса, олар да, бүгінгі әдебиетшілер де, біз қазірде өндіріс тақырыбы жоқ, ана тақырыбы жоқ деп сіздерге айтып жатады ғой. Сосын оны сіңірген адам, соны көрген адам, соны өзінің бойынан жаңағы бүкіл қан тамырынан жүргізген адам соны жазады. Ал оны көрмей қазақ өзінің көрген тақырыбын, білген тақырыбын, сіңірген тақырыбын жазатындығы айтылады. Яғни бұл арқылы дін қиссаларын жазған дейді. Дін қиссаларын жазған. Жүсіпбек қожамыз діншіл ақын. Бірақ бұларды танумен ғана бұлардың ақындық мәселесі шешілмейді. Ол дін, былайша айтқанда, былай таза, ол діншіл болған үшін ғана оларды кінәлауға болмайды. Олардың жазған сызып тастауға болмайды, дін деп. Оның көркемдігі қайда, оны дін арқылы адамның айтқан ар жағындағы тағдыры қайда, сезімі қайда. Осының бәрінде біз түсініп, оны былай сызып тастамайық дейді. Бұл кезде өздеріңіз білесіздер, 20-шы жылдардан бастап Мағжанға, басқа да азаматтарға жаңағы әр түрлі деңгейде күрес, бұлардың шығармашылығына байланысты дүниелер, қарсы дүниелер айтыла бастаған болатын. Соны айтып отыр. Ал енді жаңағы Плеханов, Троцкий, Чужак, Лунс сол кездегі кезеңнің мықтылары, яғни идеологтары, оларда кешегі 20-шы ғасырдың басындағы Ресейдегі әдеби дамуда, әдеби үдерістің ішінде жүрген азаматтар, ой айтқан, мәдениет туралы ой айтқан азаматтар. Содан мынау дүниені жазушылар, алқа бағдарламасын жазушылар соған табан тірейді.
жаңа бір тарауының аты мысалы марксшілдік һәм әдебиет не жазуға дейді. Енді мысалы сіздерге бүгінгі кейбіреулеріңіз 20-дағы азаматсыздар, 25-тегі азаматсыздар, марксизмге келейік. Біз қара бояу жағы бәрін марксизм мысалы 19 ғасырдың соңында, 20 ғасырдың басында Ресейдегі бір бүгінгі тілмен айтқанда модный не болған, санадағы бір ой болған, санадағы ағым болған, санадағы бір мына концепция деуге болады. Бұл арқылы бір халықтың неге бұл соншалықты халықты құлдырататын бағыт емес. Еуропаның бүкіл қателіктерін бәрін ескере отырып айтылған бағыт. Әлихан Бөкейханның өзі марксизмге байланысты жақсы ойлар айтады. Ал мына кісілер, мына алқа бағдарламасын жасаушылар, бір жағынан большевизм олардың төбесінен былай қару төндіріп тұр. Екінші жағынан марксшілдік әдебиет туралы не жазуға айтып отыр? Маркс не айтты? Бәрінің мысалдар келтіріп отырып, міне оны қазақ әдебиетінде де пайдалануға болады дейді. Бір Смағұлдың ұлтшылдық туралы біздің газетімізге еңбекші қазаққа жазған бір мақаласы бар. Ленин және ұлт мәселесі деген. Сонда Лениннің анау 5-ші жылдардан бастап ұлт мәселесі тұрған дүниелердің бәрін теріп алады да айтады. Ал біздің осында Мағжанымыз, Жүсіпбегіміз қай жерде қиғаш келіп тұр мынаған? Лениннің айтып отырған нәрсесін айтып отыр ғой. Неге ол ұлттың тағдырын жазуға болмайды? Ұлттың қиналған аш-жалаңаштарын неге жазуға болмайды? Тағдырын неге, тентіреп кеткендердің тағдырын неге жазуға болмайды? Немесе жаңағы отаршылдық неге жазуға болмайды? Егер оны қинаса, тағдырын үзсе, өлтірсе, оны неге жаңағы қара бейнеде де, немесе жаңағы қара бояумен жағуға болмайды? Міне деп Смағұл соны айтады. Бұл да немесе Кенесарыны туралы айтады. Кенесары ол ұлтты қиындықтан алып шығам, халыққа мен жауаптымын деп айтса, оның қай жер қиғаш? Ол елге жауаптымын деп алға шығып отыр ғой. Осының бәрі де ақыл ойдағы, пікірдегі бір неше түрлі 20 ғасырдың басындағы бір жағынан текетірес те бар, екінші жағынан адамдар түсіну де бар, үшінші жағынан белгілі бір енді қалыптасып жатқан адамдарға, адасып жүрген адамдарға. Енді мысалы 20-шы мен мысалы Сәбит Мұқановты жақсы көремін. Біраз жастар қазір бір-екі сөз айтып Сәбитті сынап тастайтын жастар бар ғой. Сәбиттің бүкіл мұрдасына тұтас қарау керек. Мысалы Сәбиттің 20-шы жылдардағы біздің газетімізге жазған қисық-қисық мақалалар бар. Ол бірақ адам өседі. Сіз енді соны менің мысалы 20 жастағы айтқан ойыммен бүгінгі 60-ға келген ойымды бағаламайсыздар ғой. Адам қателеседі бір кезде. Сол сияқты Сәбиттің сол кездегі қателескендері, ойлары, пікірлері сол заманның айнасы ретінде, сол заманның бір контекстінде қарастырылады. Оған және Сәбит оған жауап та береді. Өзі тарихты танудың, тарихты былай салыстыра қараудың ешқашанда адам бір фактіні алып, сонымен қорытынды жасамайды. Ол қандай жағдайда айтты? Не жағдайда айтты? Мына Алқаның да үлкен принциптерінің бірі осындай. Бұлар арғы әдебиет туралы айтып отыр. Абайды, Жүсіпбек Қожаны, Марабайды бәрін айтып отырып, ескі фольклорды айтып отырып, олар неге халыққа былай зар еңіреп жылап отыр? Себебі сол заманда үлкен жаңа алқакөл сұлама болды. Ақтабан шұбырынды болды. Сол дәуірдің қазақ арып ашыды. Сол дәуірдің ол үні, сол дәуірдің тағдыры берғайы шығып отыр. Неге біз оны қазір большевик мына заманда көзқараспен алып, оған бір таптық дүниелер іздейміз? Жоқ, бұлай түсіністікпен қарау керек деп, мынаны қарасаңыздар, сондай структура жасап отыр. Міне, әдебиеттің негізгі принциптері мынандай, көркемдік, әдебиеттің негізгі құралы, әдебиеттің негізгі мүмкіндігінің бәрі әдебиетшілер өзінің біліммен, білігімен, тәжірибесі арқылы жинақтайды. Осы дүниені айтып отыр. Енді осы Алқаның ар жақ бер жағында жаңа біз Шағатай Көренге дедік, басқа да ойларды айтып жатырмыз 20 ғасырда. Бірінші мына халық әдебиеті, ел әдебиеті ұшаң теңіз. Ол біз бүгінде жинап жатырмыз. Кешегі 100 томдыққа, Сауытбек ағаларыңыз айтты ғой, 100 томдыққа басқа бір елге айтқан кезде таң қалып, сендерді қалай? 100 том ба фольклорларың? Біздікі 100 том емес, біздікі 500 том болып қалуы мүмкін. Егер тура бас аяғы жиналса. Яғни бір шығарманың бірнеше нұсқасы бар, онымен жиналса. Содан кейін басқа да фольклорлық нелер бар, мұралар бар. Ал енді осыны қарасақ, мысалы 20 жылдары большевизм заманында
Ахмет Байтұрсынұлы билікке келді. Ол жетіскеннен билікке келген жоқ. Билікте ол анау Алаш автономиясы кезінде де ол билікте болды. Оны білім комиссиясына апарды. Ол кезде неге үкімет мүшесі болмады сірә, олар өздері келіскен. Алаштың бәрі ақылды азаматтар ғой, ар жақ бер жағын. Ол білім комиссиясының жұмысын жасау деген менің түсінігімде ол сол білім министрлігі деңгейіндегі үлкен жұмыстар сол кезде. Үлкен білім саласына жауапты үлкен тұлға деген сөз. Ал енді осы Ахмет советтік заманда, большевиктік заманда білім министрі, қалаға ағарту комиссары болған кезде ана академиялық орталық, Түркістан автономиясында құрылған жаңағы ғылым комиссиясы, оның жанындағы ана талап ұйымы Қалел Досмұхамедұлы басқаратын. Осының бәрін қарасаңыздар, негізгі бір бағытында былай деп жазып қойған. Ұлт мәдени мұралардың тамтықтарын жинау дейді. Бүгінгі тілмен айтқан фольклорлар ғой енді. Фольклор, басқа дүниелер. Ана жаңа жәдігерліктер, бізге жәдігерліктер дейміз. Осының барлығын жинап, сол заманның өзінде біріншіден сауатты адамдар болған. Сауатты адамдар жазып, жинап, бір жерге өздерінің қолында, қолжазбаларында болған. Мысалы, мен өзім былай деп ойлайтын, менің өңірім Жуалы Түлкібас біздің өңіріміз. Бізде бұл бір сондай бір ескі бір қолжазба жинайтын адамдар болған жоқ шығар деп ойлайтынмын. Бір сирек болса да бұрынғы заманда жинағайтындар жинап кеткен шығар деп. Анау Әлқуат Қазақбаев деген қобызшы жігіт бар ғой. Сол бір күні бір жерде жолып қалдық. Аға, мен масқара бір материалдар таптым ғой сіздер жақтан. Содан кейін барып бір сөмке бір нені алып келді. Дүниені. Сөйтсем, сол жақтың бәрін жинап алған неше түрлі блокноттар. Ішінде жаңағы неде жүр, төтеше жазуда жүр. Ахмет кезіндегі ақаң жазу, қадымше жазуда жүр. Содан кейін латыншада жүр. Енді біз былай өзі ғылым академиясы бір екі рет па экспедиция жүріп өткен екен. Ақша бөлінсе экспедиция болады. Ақша бөлінбесе адамдар бір бастамашыл адамдар шықпаса, көп адамдар шықпайды ғой енді. Негізі сол бізде 50-60 жылдар болған екен. Ана ғылым академиясындағы толған қолжазба негізі сол кездері жиналған. Ал енді мына дүниеде жаңағы Әлқуаттар мына заманда айтып отыр. Енді осы дүниенің бәрін ақаңның заманында, ақаңдардың заманында болған болып тұр ғой енді. Қаншама дүние ақаңдар көріп тұр ғой. Соның бәрін жинаңдар деп. Енді мен мына алқамен байланыстырайын деп тұрмын. Сол талап ұйымы 22 жыл Ташкентте құрылған. Талаптың да негізгі принциптері бүгінгі Бауыржан Бабажанұлының осы дәрістеріне ұқсайды. Ана біздің некендерге ұқсайды. Біздің Рахманқұл Бердібайдың дәрістеріне ұқсайды. Рахман Бердібай ағамыз 550 дәріс өткізген екен ғой. Сондағы мысалы бір дәрісі әлі күнге біз үшін өте маңызды, Алаш кезеңіндегі маңызды. Мысалы Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин туралы дәрісті Мырзағали Есболұлы жасаған. Мырзағали Есболұлы Алтынсаринді сол кезде 20-шы жылдар біз ана кейбір кезде мына осы қазір біз ойлаушы біз өткен мұраға 90-шы жылдар баға беріп қойды ғой, енді қайтып ондай қайттан қателеспейтін шығармыз деп. Бір қайтып келе береді екен, бір 20-30 жылда қайтып бізде қазір біраз адамдар сызып тастайық, тарихымыздан керек жоқ деп жатыр. Бір сөзбен айта салады. Мынау керек жоқ біздің тарихымыздан. Мысалы айтайық, бір ғана айтайық, Әліби Жангелдинді айтайық. Әліби Жангелдин тұлға, большевиктік тұлға. Ана Мұстафа Шоқайдың естеліктерін қарасаңыздар, ол айтады, Мұстафа Шоқай айтады, маған адамдарды салды дейді. Адамдарды салды. Біз бір елдің адамдарымыз ғой, бірге жүрейік та деген сияқты. Қазақтың сөзімен енді. Сен анан жаққа бір бақытта жүрейік та дегені ғой енді. Bir бақытта жүрейік, ар жаққа кетіп қалмайық деген сияқты. Сонда айтты дейді, сен айттың, сонда қалай? Біз сонда мына саяси түсініктеріміз Мұстафа Шоқай естелігінде сонда қалай? Мен кей жерлестеріме таң қалдым. Біздің анау саяси түсініктерімізде мына қайдан шыққандығымыз екеуі байланысты болу керек па деген сияқты. Ру тайфамен байланысты болу керек па деген сияқты. Сөйтіп жүрген адам. Оның алды жағындағысын оқысаңыздар, Әліби Жангелдин анау жаңағы кім қаржы бергені, анақа барам, мынақа барам деп жүгіріп жүр дейтін. Қолында фотоаппарат, үлкен нелер бар. Сол заманда енді қазір бүгінде ол заманда фотоаппарат болса, бүгінде не деп айтуға болады? Нано бір нәрселер ғой енді бүгінгі заманда егер. Сондай үлкен дүниелер қолында бар. Жағдай, ол жоқ, оны өте энергиясы тасып жүр.
Ал енді сол айтайық, кейін кіммен бір неде отыр, бір үкімет мүшесі болды, Ахмет Байтұрсынұлымен бір үкімет мүшесі болды, бір кезеңде жүрді. Енді осы кісілер қазақтың тағдырына бір екі түрлі қалады деп ойламаймын мен. Әрине ақындар ұлттықты айтты, анау жаңа заманды сөйледі, бірақ сізге мына сахнаға жаңа заманның адамын қалдырайын деп тұр ғой, ананы алып тастайын деп тұр, немесе оған биліктен шеттетейін деп тұр. Ақындар шеттетті, кейін алып тастады, белгілі болды. Мынаны таза әдеби ұйым Алқаны апарып, Алқаны құрамыз деген ұйым ниетті, пікірді, жаңа қолжазбаларын тіпті Маркске айтып отырса да, біздің заманымыздағы әдебиет қандай болу керек деп айтып отырса, біз тапты да ескерейік, біз бүгінгі жұмысшыны да ескерейік, бірінші бірақ қазақ жұмысшы болбасын да, оны сіңірсін да деген сияқты айтып отырған кезде, неге апарып оны былай лақтыра тастады деген кезде де бәрібір ана сахнада қалғандарда мыналардың жаны, мыналардың айтқандары жаңғырық қалады. Мен сөйтіп солай ойлаймын. Неге ол Міржақыптың ұрпағына көмектесіп жүр? Ол неге Алаштың ұрпағына кейін көмектесіп жүр? Ойында, пікірінде олардың таза екендігі бәрібір есінде, ойында тұр деп ойлаймын. Ал екінші жаңағы талап ұйымы бір Ыбырайға байланысты айтқан кезде, Ыбырайды да жаңағы ол орысшыл болды ғой тым. Анау жаңағы христиан дініне байланысты біздің кейбір депутаттарымыз айтып жүргендей, сәл олар дерекке сүйенбей айтып жатыр ғой, көрмеген. Солар айтып жүргендей былай емес, ол Алтынсаринге байланысты айтқан кезде негізінен айтып отырғаны оның ағартушылығын, сапасын. Ахмет Байтұрсынұлы мына Ыбырай заманында өмір сүрсе, Ыбырайдай болар еді. Ыбырай Ахаң заманында өмір сүрсе, Ахаңдай болар еді. Мен тоқтам осы. Енді сонымен осы өлшеммен қараңыздар, біз Ахаң заманында өмір сүрсе қандай болады? Немесе біз бергі 30-шы жылдар бірін атып қырып жатқан заманда өмір сүрсе қандай болар еді? Кім сияқты болар еді? Сондықтан біз бүгін отырып, мына тәуелсіздіктің әбден кемеріне келген өзі былай болып болған шағында, ойбай аналарға былай деп бір жақты айтуға меніңше өте бір жақты болады ол пікір. Біз оны тең қарауымыз керек деген сол. Әрине жаңағы айтқандай қателескенін айтуымыз керек. Мынандай пікір барын айтуымыз керек. Жоқ, олар жаңағы судан таза сүттен ақ деп айта алмаймыз. Болған дүниенің бәрін айтуымыз керек. Ал енді мына енді ары қарай тағдыры. Бірінші Алқаның авторы Мағжан ба? Жауап. Алқаның авторы Мағжан емес, Алаш зиялылары. Себебі бұл ұжымдық еңбек. Оның негізі де бар. Сол мен ұлттық қауіпсіздік комитетінде құжаттардағы жаңа айтқан фальсификацияны әдеби дүниеден, мәдени жаңағы тұжырымдамадан саяси тұжырымдама жасатқыздырып отыр ғой. Солар неше түрлі фальсификация жасаған. Ананың өздері сұрақ қояды да, сол сұраққа былай жауап бер дейді. Анан саяси документ, табалдырық саяси документін оқыдыңыз ба десе, табалдырық саяси документін оқыған жоқ, немесе оқыдым. Енді шығарады, табалдырық деген документ бар екен дейді. Мен жаңа айттым, түсіндірдім ғой, табалдырық ол кіріспе. Қалай документтің, сіз кіріспе деген кітап жазасыз ба мысалы? Ол жай ғана текстен шығып тұр ана. Ал екінші, Мағжанның ана жерде көп ой Мағжаннікі болуы мүмкін. Бізге жіберілді, біз ой қостық дейді. Жүсіпбектер айтады. Немесе айтады, бұны Смағұлға жіберуді сұрадық дейді. Бұны бірінші біздің газетке еңбекші қазаққа базайық деп ойладық та, жоқ, газеттің бүгінгі айтқанда газеттің көлеміне келмейді, Госзаказға келмейді деген сияқты. Оны айтқанда, жоқ, бұны журналға жіберейік. Ол кезде Қызыл Қазақстан деген журнал шыққан. Қызыл Қазақстанға басайық, бүгінгі ақиқатқа басайық деп айтты дейді. Міне осындай дүниелердің бәрінде де оған Жүсіпбек те қатысқан, оған Қайырбектің атасы да қатысқан, Қошқа Кемеңгерұлы да қатысқан. Яғни бұл қалай да ұжымдық еңбек. Енді былай деп алайық. Мысалы, Жазушылар одағының бір документін алайық. Бір жақсы документін. Соны бір адам жазады ғой енді, бір адам бастайды, екінші адам толықтырады. Ал енді соны кейін арада пәленбай өткен кезде сол жазған адамды автор сол деп айтасыз ба? Біздің ортақ дүние ретінде қарастырылады. Содан кейін барып, енді бұл неге былай күн тәртібіне шықпады, немесе ары қарай құжат ретінде жаңа неге Қазақстанға жарияланбады? Бұған жауап 25 жылы мен қызық сіздерге айтайын, қазір Алаш зиялылары бірін-бірімен хат жазысқан кезде, хаттың бәрі, мысалы, мен Талғат ағаларыңызға хат жазамын.
Талғат почтаға барады, Талғат ақыңыз оқиды, үйіне апарып қояды. Bir кезде келсе, портфелінде хат жоқ. Ол хатты түнде келіп, тиісті органның адамдары алып кеткен. Ана НКВД-дағы тұрған хаттардың көбісі сондай. Кәдімгі оригинал хат тұр. Оригинал хатты кейін тәркіленбеген жаңа не алғанын айтады. Кейіннен бар осы біразында ойлар тұр. Мына Ташкенттегі кезеңдерде айтады, біздің пәленбай жерде хатымыз жоғалды. Ана жерде былай айтқан кезде ана кімнің сөмкесінен хаты жоғалды деген нәрселер бар. Бұның бәрі де сол кездегі арнаулы қызметтердің сірә сондай бір тәсілдері болған. Ал енді алқаны былай тұтастай айтатын болсақ, әрине бұл Алаштың сын сағатындағы бұл шығармашылық бірлігін айқындаған тұжырымдама. Алқаның 25 жылы осы түрлі саяси амалдар, қиындықтар жүріп жатқан кезде бұның басын қосатын, басын біріктіретін дүниелерді баспасөзге шығару тыйым салынған. Сондықтан бұл алқа жаңа Қызыл Қазақстанға шыға алмай кетті. Бірақ алқа қаншама зиялылардың қолынан өтті, қаралды, пысықталды. Пысықталған құжат ретінде біз оны құжат, өз заманда жұмыс жасаған құжат ретінде қабылдаймыз. Мысалы, естеріңізде ме, осыдан біраз бұрын Алаш автономиясы құрылды ма, құрылмады ма деген айтыс болды. Бұлай құжатқа қарасаңыздар, Алаш автономиясы құрылған жоқ. Ағамыз біледі ғой, құрылған жоқ. Құрылайын деп, дауыс берейін деп жатқан кезде Түркістан не істейміз деді. Түркістан дегеніңіз бүгінгі Сырдария, Жетісу, Қазақстанның біраз батыс аймағы. Солардың дауысын естейік та, соларды қалай қоспай біз автономияны жариялаймыз. Солардың пікірін естіп барып қосайық деді. Сөйтіп дауыс екіге жарылды. Қосайық. Ал енді сол автономия құрылған бола ма, құрылған болып есептелмей ма? Осыны халықаралық заңгерлерден сұрадық. Халықаралық заңгерлердің пікірі бойынша, егер бір мемлекеттік құрылым құрып, мемлекеттік бір үлкен өзгеріс жасаймыз деп халықтың бас қосса, мысалы айтайық, Жәнібек пен Керей жиналып бас қосса, ол сол мемлекеттік құрудың жиыны сол болып есептелінеді. Оның протоколы қайда, кім жазды, документ қайда, мөр қайда деп сұрамайсың. Екінші, сол жиында қабылданды ма, немесе теріс дауыс берілді ма, бір құжат жаңағы алға шықса, сол құжат мемлекеттің негізін қалыптастырған құжат болып есептелінеді. Міне сонда бізде Алаш автономиясы мемлекет ретінде халықаралық әлемдік заңдық негіздермен салыстыратын болсақ, автономия құрылған болады. Тура осындай алқаның да егер бұл құжат ниет болды ма, анау Әбсаттар Қажым бұрында айтып жоқ қой, ниет болды ма деген сияқты. Марқұм аруақ риза болсын. Ниет болды ма, құрам деген? Болды. Құжат даярланды ма? Даярланды. Басқа солар болды ма? Болды. Ол ұйым құрылды деген сөз. Яғни қазақ қиын кезде Алаштың зиялылары бас қосы, және ол құжат бір-ақ адам оқыған емес, тұр, бәрінде тұр. Сол үшін ана әдеби құжатты, саяси құжат тонын айландырып, аналардың бәрін отырғызып отыр. 29-30 жылдығы абақтыға, НКВД абақтысына жабылғандардың бәріне дерлік сол құжат негізгі мынау ұстауына себепші болған. Ол бірақ мазмұны әдеби. Әшейін ғана әдеби нәрсе, мына жаңа біз айтып отқан дүние. Осы күндері Алаштың зиялыларын айтып, олардың әдеби мұрасын айтып, талқылап жатқан кезде біз тағы да бір проблеманы, мәселені айтып кетуіміз керек. Енді әдеби айтып жатқаннан кейін. Біз мұраның біразы жаңағы 80 жылдардың аяқ жағында, 90 жылдың басында асықыстау даярланды. Бірақ олар үшін, сол ағалардың ішінде мен де бармын, Сұлтанхан да бар. Оны бір біткен, бәрі аяқталған дүние деп қарамаңыздар. Ішінде қателіктер болуы мүмкін. Мен мынау кім, Өздемир бар ғой? Ашур Өздемир бір жол келіп, мен былай ұялтты. Ашур Өздемир деген біздің көп авторларды түрік тіліне аударып жүрген адам. Сол келіп былай деп ұялтты. Сіз Бақытсыз Жамалды өзіңіз оқыдыңыз ба деді. Біз әлі дегенде мұра шыққан кезде көбінесе былай қызығып оқисың да
оқиғасын қарайсың, көркемдігін қарайсың да былай. Ана байқадыңыз ба, біраз ішіндегі дүниелер қате аударылған ғой дейді. Содан дейді, мен оны енді оған Бақытсыз Жамалды түрік тіліне аударуды тапсырылған ғой, тапсырыс берілген. Енді соны аударайын десем, ішінде қателер тұр дейді. Содан мен ана оригиналды алдырдым. Соны оригиналдан қайтып аудардым дейді. Бір жағынан ана кісіге риза боласың, сонда талаптылығына, ризалығына. Міне осындай үлкен бір мүмкіндіктер сол жақта жатыр. Екінші, оны да түсіністікпен қараңыздар. 88 жылы Мағжан шықты, Шәкәрім шықты, Ахмет Тұрсын шықты. Баспада адамдар отырды. Кешегі баспада отырған адамдардың бәрі де советтік әбден идеологиядан сүзгісінен өткен азаматтар. Олар бір сөз ана солтүстік көршімізге қатты кетіп қалса, біздің кейбір әріптестеріміз сияқты, кейбір газеттердегі сияқтылай түзетіп күліп қояды біздің жігіттеріміз. Болмайды деген сияқты. Түзетіп қой, мына болмайды, қазір болмайды, сәл шыдайық, әлгі ертең күн жақсы болады. Орыс болмайды. Орыс деген солдат, жаңағыдай кәпір дегенді былай деп, ана кім Жүсіпбектің кейін 97 жылғы 5 томдығын біз түзеткенбіз. Соның бәрін түзеткен. Аналар енді қалай бір шығарманы екінші шығарма қылып жібереді ғой кейбірсі. Ана ішінде мына не бар? Кім Ақбілектің, кешіріңіздер, қыздар отырсыздар, толғататын жері бар. Толғататын жерді Жүсіпбек тура білмеймін, ана әйелдерден сұрап алған ба, жаңағы терең сол ана бірінші нұсқасында жоқ. Кейін біз соны қалпына келтірдік. Сол сияқты ана кездегі адамдарды да түсінуге болады. Егер ол жазбаса, ол кітап шықпайды деп тұр. Шықпайды. Себебі 88-де шәкәрімдер бүкіл ана шежіреден, анау діни кітаптардан бәрін сыпырылып шықты. Шәкәрім дінге қатысы жоқ, Шәкәрім басқа қатысы жоқ деп, Шәкәрім таза ағартушы деп шығарылды. Міне осындай дүниелер бар. Ана біздің Өздемірдің әрекеті ол үлгі. Оған риза болуымыз керек те. Қазір де сондай азаматтар. Мысалы, көбісін қарап отырсаңыз, оп-оңай тауып аласыздар. Сол шығармаларды қайтып оқысаңыздар, логикасына келмейтін сөздер тұрады. Ана төтешеде білесіздер ғой, ш, с бәрі ұқсап кетеді. Солардың бәрін тауып алып, ананың күдік келтірген жерлеріңізді деп қарап, соны оригиналмен салыстырып табуға болады. Бұның бәрі де бізге алаш кезеңінің сол жаңа мұраларды жинайық, өз қалпында жинайық, соны насихаттайық, соны жаратайық, бізді барды не алайық, бүгінгі заманды көре жатармыз. Мысалы, бүгінгі ғой, мысалы, жасанды интеллект. Жасанды интеллект бәрін шабыла құратым жақсы. Ал жасанды интеллекттің қиындық жағында айтамыз ғой. Ақылды адамдар айтып алады. Ертең қалай болады, мысалы, өздеріңіз, әріптестеріңіз қалай болады? Сіздің өлеңіңізді анау жасанды интеллект біз средний өлең шығарып жатыр. Ана бір шалағайдан гөрі ананың шығарған дүниесі бір орта дүние. Анауын біреу орысша қатыр мықты шығарады екен өлеңді. Өлең шығарып берді. Табиғат, ауыл, домбыра, кобыз, машы, петки деп тамаша бір средний өлең шығарды. Ал ертең енді мысалы біз оқытушы болған азамат, біз оқытушымыз. Бір тапсырма береміз студенттерге. Сарт еткізіп жасанды интеллектті секундына шығарып береді. Ал енді біз осындай кезеңде жаңағы төңкеріс келіп жатыр. Алаштың зиялылары немесе сол кездегі азаматтар қандай пікір айту керек? Біз немесе қандай? Біз жасанды интеллект тоқтату керек деп айта алмайсың. Уақыт уже, егер оны айтсаң, біз заманнан қалып қоямыз. Ана азаматтардың да айтып отырған сол. Біз әрине төңкерісіңізді қабылдаймыз, бірақ төңкеріс мына алқада айтады, төңкеріс бәрін жағып жібер деп айтып отырған жоқ дейді. Біз неге бәрін жағып жіберуіміз керек? Біз қалай Мағжан жағып жібереміз, абайларды жағып жібереміз. Төңкеріс барыңды ұқсат, халық жағына шық, езілгендер жағына шық, әлеуметшіл бол деп айтып отыр. Біз сол жағына шығуымыз керек қой. Ал өйтіп қарайтын болсақ, қазақтың 95% әлеуметшіл екен. Біз 95%-ымыз біз кепшіктен тұрады екенбіз. Сонда біздің әдебиетіміздің бәрі керемет қой. Олай егер таптық тұрғыдан келсе де. Сөйтіп деп шығарудың, яғни қиын кезеңде өткелден өткізудің жолы бұл концепция. Бұл қиын кезеңде біріншіден мен енді тақырыпты айтқаннан кейін ғылымға да түсіріп айтайын. Бұл енді сол замандағы жетекші ой. Көзқарастар біріне алаш зиялыларының көзқарастарының жүйесінің бір үйлескен жері. Сонымен бірге ұлт туралы ұлттық идеяны бір тұтастандырған кезең.
тұтастандырған құжат. Екінші, жаңағы ниет бар ма деген сияқты, ниетпен оны іске асырудың жолын көрсетіп отыр. Бұл жаңағы тұжырымдама болатын себебі. Екінші, жаңағы негізгі идея әдебиеттің өзінің негізгі болмысын, негізгі жүйесін көрсетіп беріп отыр. Ешқайсында филологиялық білім жоқ. Ол Мағжан жазса да, Жүсіпбек жазса да, Қошқар жазса да, бәрі де сезініп, орыс әдебиетінің үлгісін алып отыр. Әлем әдебиеті арқылы келген, орыс әдебиеті арқылы келген әлем әдебиетінің жүйесін көрсетіп отыр. Ол бар. Содан кейін бар түсіну тәсілі, әдебиетті түсіну тәсілі бар. Және оны оқырманға, сол кезеңге көрсету, әдебиетті түсіну тәсілі бар. Енді қолдану аясында көрсетіп беріп отыр. Бұл қай жерде қолдану? Қолдану аясы әрине бірінші ақын жазушылар, қаламгерлер, міне әдебиетіміз осы дүние болса біз адаспаймыз. Біздің басымызды біріктіретін осы құжат. Енді Ресей айтып жатыр. Оның біз мысалы бір құжат келеді, біз құжатты өз кез келген дәстүр, мысалы айтамыз ғой, біз дәстүр дініміз деген не? Ислам діні келді. Ислам дінін біз 100% қабылдаған жоқпыз ғой. Дәстүрімізге сәйкестендіріп, Әбу Ханифа, Имам Ағзам мазхабы деген кезде біз өзімізге керегін алдық, дәстүрімізге сиятын жерін алдық. Және соған өзіміздің дәстүріміздегі бір адамшылық құндылықтарын бәрін соған сыйдырдық. Тура осы сияқтыны айтып отыр. Яғни қолдану аясын көрсетіп беріп отыр. Ол ананы жаңағы жасанды интеллектті ура деп жаңағыны былай кетіп бермей, оны ойланайық. Қай жерін пайдаланамыз оны? Егер осыны айналсақ, басымыз қазір бәле қыламыз ғой ертең. Одан талғам қалмайды, түсінік қалмайды. Біз бірін-бірімізді бірінші заңды мықтылап алуымыз керек. Заңды мықтылап алуымыз керек. Ол заң, кешегі заң әрине ол бірінші заң. Ол заң бірақ толықтырылады. Сіздер ертең оқисыздар. Кеше Егемен мен Қазправдан қараңыздар. Осы жасанды интеллект туралы заң қабылданды. Ал осы шығармашылыққа келген кезде сіздерге ықпал ететін, сіздерге кедергі жасатын жағдайы, соның бәрін егер бассаңыздар болады. Менің сөзім осымен тәмам. Тар жол тайғақ кешу бар ғой. Сол түпнұсқа мен қазіргі біз оқып жүргенде айырмашылық бар ма? Сол туралы бір жалпы тар жол тайғақ кешу туралы бір қысқаша айтып берсеңіз. Тар жол тайғақ кешудің қазіргі варианты мен 27 жылғы вариантында көп айырмашылық бар. Менің білуімше бір 10%-дай дүние сызылып тасталған, алып тасталған 10%-дай. Сол ішінде суреттер бар. Сол заманда қалай мүмкіндік пайдаланған суреттер көп. Кітаптың 27 жылғы нұсқада. Ахмет, Әлихан, Міржақып тұрған сурет бар ғой, үшеу тұрған. Сол сурет соның ішінде бар. Сондықтан енді Сәкен өзі әу баста, менің түсінігімде Сәкен әу баста халықшыл, алашшыл болды деп ойлаймын. Өткен күндер жазған кезде 14 жылы, соның алғы сөзін қарасаңыздар, былай деп жазады ғой. Мен осы өткен күндер кітабымды шәкірттердің ақшасына шығардым дейді. Қасында оққан, о кезде 20 ғасырдың басында біз қазір айтамыз ғой, грантқа түстің ба, платныйға түстің ба деген сияқты. Грантқа түстің ба деп. Ол заманда бәрі платный. Негізінен платный. Бір-екеуін ғана жаңағы губернатор немесе бір мекемелер төлеуі мүмкін ақшасын. Бәрі әке шешесінің ақшасын оқиды. Смағұл да сондай. Смағұл кеуде жаңағыда намыс мықты, бар оқуға түсіп, бірақ арқа оқуға төлейтін ақша жоқ. Сонда достары қарашы, достары ортасына ақша жинап, Смағұлдың бір жылға оқуын төлеген. Ол кездегі біраз ақша деп ойлаймын. Сонда сірә балаларына, ана кісілердің балаларына беретін ақшасы біраз болып тұр ғой енді. Бұны айтпағым, егер Сәкен сөйтіп кітап шығарса, өткен күндер шығарса, Сәкен ол сол заманның, халықтың көңіл күйін, замандастардың көңіл күйін біліп отыр. Бірақ енді оның көңіліне қай кезде мынандай большевистік сондай ой түсті, оны білмеймін енді. Ол да адамның жолы. Қазір де мүмкіндік бар ғой, қазір енді қай партияға кірем десең де, тіпті қай көршіңмен мықты болам десең де мүмкіндіктер бар қазір. Бар, қазір бар, бір жерге барып, немесе барып, Еуропаға барып, бір түрлі туды көтерем десең де мүмкіндіктер көп қазір. Оны әркім өз шешеді. Сол сияқты Сәкен сол жол таңдады. Бірақ Сәкенді, Қаскөй Өтекин деген қасында жүрген адам жазады. Біз Сәкенді жылауық комиссар дейтінбіз дейді. Ол жылауық комиссар деп айтатын себебіміз, Сәкен барып, бір жерге барып,
жаңағы сол заманның үгіт насихатын жүргізеді, келіп пәуескеге мінгенде еңкілдеп жылайтын дейді. Ана жерде саяси адам, пәуескеге мінгенде ақын. Тағдыр, халықтың тағдырын көреді, ашынған адамдар сөйлейді ана жерде. Біз не болып бара жатырмыз? Ұсталған адамдар сөйлейді ме екен, басқалар. Бұдан енді біз әрине ғалым ретінде, әдебиеттанушы ретінде Сәкенді ешқандай сызамайсың. Сәкен үлкен тұлға, ол өзінің несі. Сәкен бірақ мына ішінде көптеген сол дәуірге қайшы пікірлер бар. Тар жол тайғақ кешуде қайшы пікірлер бар. Қайшы пікір болғанда өзінің позициясы айтып отыр ғой. Мен ол сол позициядағы адам. Ол сол позициядағы адам болғаннан кейін енді қазір егер енді Сәкен алаш тұлғасы деп айта алмайсыз ғой енді. Қазір бізде алаш дегенді біріне айта беретін болдық қой қазір. Анау да алаш тұлғасы, мынау да алаш тұлғасы. Қазақ деген сөзге қайтып соның синонимі болып бара жатыр ма? Ал енді Сәкен үлкен қайраткер. Және Сәкен өзінің жаңағы қиын кезеңде, советтік кезеңде қызметінде ұлтқа көп жұмыс жасаған. Оны ұмытуға болмайды. Мен осындай пікірдемін. Тар жол тайғақ кешу сондай қайшылықты жазса да, ол керемет кітап ретінде бізге қалады. Ол кезде архив көп адамға 20-шы жылдардағы жас азамат, Ұран, Сарыарқа газетіндегі материалдар белгісіз еді. Біз Сәкеннен қарап, соның ішінен алдық. Көрдік бірінші. Мынандай дүниелер бар екен ғой деп. Сондықтан Сәкен біздің тарихымыздағы елеулі тұлғалардың бірі.